Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге қамыры толығымен пісіп шығатын үлпілдек жұмсақ пирожкилердің жасалу жолымен бөліскім келеді. Құрамы өте қарапайым, жасап көріп отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, подписация етуді ұмытпаңыз. Пирожкиіміздің қамырын илеуге кірісеміз. Ол үшін бізге 1 бокал жылы су және 1 бокал жылы сүт қажет болады. Егер де сүт жоқ болса, 2 бокал су қолдансаңыздар болады. Жылы суымыз бен сүтімізді араластырып алып, үстінен 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қант қосып, жақсылап араластырып, үстінен 1 ас қасықтай ашытқымызды қосып, жаймендеп, сұйық май құятын боламыз. Барлық ингредиенттерімізді қосып алған соң, аз-аздан ұн қоса отырып, алғашында қасықпен, одан соң қолмен жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қаншалықты жұмсақ болып иленетін болса, пирожкилерімізде жұмсақ, пышный болып шығатын болады. Дайын болған қамырымыздың үстінен аз ғана сұйық май құйып, шамамен 1 сағат не 1,5 сағатқа жылы жерге көтерілгенше орап қоятын боламыз. Қамырымыз ашып дайын болам дегенше салмасын дайындайтын боламыз. Мен салмасын картоптан дайындадым. Сіз қалаған салмаңызды қоса аласыз. Пиязымызды осылай кішілеу етіп турап алып, тапада қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Пісіп шыққан картопымыздың үстінен аз ғана сүт қосып, пиязымызды және бұрышымызды қосып жақсылап езгілеп алатын боламыз. Міне осылай қамыр ашығанша пирожкиіміздің салмасын алдын ала дайындап алатын боламыз. Қамырымыз жақсылап ашыған соң, үстінен 1-2 рет басып жіберіп, кішкене бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Тапсырысқа не сатуға жасайтын болсаңыз, шамамен 100 не 80 грамдай етіп өлшеп алыңыз. Бөлшектерге бөліп алған қамырымызды шамамен 15 минутқа тағы да көтерілуге бетін жауып тындырып қоятын боламыз. Онан соң барып, оқтаусыз қолдың көмегімен қамырымызды жайып, ішіне салмамызды салатын боламыз. Түйген кезде өте жақсылап абайлап түйіңіздер, себебі пісірген кезде қамырымыз ажырап кетуі мүмкін. Барлық пирожкилерімізді осылай әдемі етіп түйіп алған соң, орташа отта қызып тұрған майымызда 2 бетін қызарғанша қуырып алатын боламыз. Пирожкилерімізді орташа алауда пісіріп алғанымыз жөн, себебі қамырымыздың ортасы піспей, қам болып қалуы мүмкін. Ал достар, осымен пышный, ортасы толық пісіп шыққан ерекше пирожкилеріміз дайын болды. Видео ұнаса лайк басып, подписация етуді ұмытпаңыздар.